Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз 3-ші сынып 1-ші бөлім 24-ші сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Келесі салған видеоны жоғалтып алмас үшін. Ал сабағымызды бастайық. 24-ші сабақ шамалар арасындағы тәуелділік. Менің жұмсайтын шығындарым. Сен 2-3 амалдан тұратын есептерді шығарасың. Бірінші есепке қарайық. Кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Бізде кестеде бағасы, саны, құны берілген. Біз бірінші қатардағын шығарайық. Бағасы 9 теңге, саны 3 дана, құны белгісіз. Яғни бағасы 9 теңге, саны 3 жазамыз. Бағасы 9 теңге, саны 3 дана, құнын табуымыз керек. 9-ды 3-ке көбейтсек, сонда бізде құны шығады. Жауабы құны 27 теңге. Қысқаша түсіндіргенде, мысалы, бір дәптердің бағасы 9 теңге. Біз 3 дәптер алдық. 9 теңгеден әрқайсысы, 9 3-ке көбейтсек 27. Сонда дәптерге біз 3 дәптерге 27 теңге төледік. Келесі. Екінші қатарға қарайық. Бағасы 5 теңге, құны 30 теңге. Төленді барлық құны бағасы 5 теңге, санын табуымыз керек. Біздер яғни 30 теңге төледік. 5 теңгеден қанша дана келді бізге? Демек 30, шешуі 30 бөлу 5 тең 6. Жауабы саны 6 дана. Үшінші қатарға қарайық. Бағасы бізде берілмеген. Саны 6 дана, құны 24 теңге. Біз бағасын табуымыз керек. 24 теңге бердік біз сатушыға. 6 дана алдық. Бағасын шығаруымыз керек. 24 бөлу, шешуі бізде 24 бөлу 6 тең 4. Жауабы бағасы 4 теңге. Екінші есеп. Дүкен ойыны. Сен дүкенге келдің. Әрбір сатып алған заттың құнын анықта. Кесте бойынша есеп құрастырыңдар. Кестеде есеп берілген, біз осыларды шығарайық. 9 теңгеден 5 дәптер. Міне мұнан шығарайық. 9 теңгеден 5 дәптер. Жазамыз. 9 теңгеден 5 дәптер, яғни 9 теңге көбейтеміз 5-ке тең 45 теңге. Келесі бізде 7 теңгеден 4 дәптер қап. 7 теңге көбейтеміз 4 дана алынған екен. Тең 28 теңгеге. Келесі бізде 8 теңгеден 2 ашық хат. 8 теңге көбейтеміз 2 тең 16 теңге. Келесі бізде 8 теңгеден 3 хат қалта. 8 теңге көбейтеміз 3 тең 24 теңгеге. Келесі бізде 8 теңгеден 4 бет белгі. 8 теңгеден көбейтеміз 4 бет белгі. 4-еу алынған, яғни 32 теңгеге. Келесі бізде 10 теңгеден 5 өшіргіш. 10 теңгеден біреуінің бағасы 10 теңге, бізде 5 өшіргіш алынған екен. Тең 50 теңгеге. Келесі бізде үшінші есеп. Есептер құрастыр. Бізде мына қатарды шығарайық.
Бізде болды 100 теңге. Не жазамыз? Болды 100 теңге. Сатып алынды 8 теңгеден 3 дана. 1, 2, 3 дана. Қалды қанша теңге табуымыз керек. Бізде болды 100, шешуін шығарайық. Бізде болды 100 теңге. Азайтамыз. Қарандаштың ақшасын, яғни бір қарандаш 8 теңгеден екен. Біз 3-еу алыппыз. 8 көбейту 3 дейміз. 100 азайту, 8 3-ке көбейтсек 24, 100-ден 24-ті азайтсақ 76. Жауабы 76 теңге қалды екен. Қалады екен бізде. Ары қарай жалғастырамыз. Үшінші есепті екінші қатарды шығарайық. Болды 80 теңге. Сатып алынды 9 теңгеден 2 дана дәптер. Шешуі бізде 80 теңге болды. 2 дәптер 9 теңгеден алынды. 9-ды 2-ке көбейтеміз. 80-нен 18-ді азайтсақ, бізде 18 дәптердің ақшасы. 2 дәптердің ақшасы 9 теңгеден 9 2-ке көбейткенде 18. 80-нен 18-ді азайтсақ 62. Жауабы 62 теңге қалды. Үшінші есепті жалғастырайық. Соңғы қатар. Бізде болды 70 теңге жазамыз. Болды 70 теңге. Сатып алынды 2 теңгеден 4 дана. Мына жерде 1, 2, 3, 4 дана алыныпты 2 теңгеден. Демек, жауабы бізде 2 теңгеден 4 скрипка алыныпты. Қалды қанша ақша, соны табуымыз керек. Шешуі 70 теңге болды. Бізде жазамыз. Одан азайтамыз. Біз сатып алған ақшаны, сатып алынған заттың ақшасын 2 көбейту 4, 70 азайту 8 тең 62. Жауабы 62 теңге қалды. Төртінші есепке қарайық. 500 теңгеге не сатып алар едің? Бірнеше зат сатып алуға болады. 500 теңгеден не? Біріншісін көрейік. 500 теңгеге 350 теңгеге тәтті сатып алуға болады, пирожный. Және қосамыз 120 теңгеге шырын сатып алуға болады. Одан кейін 15 теңгеден шоколад бар екен. 2 штук алса 500 теңге толық болады екен. 2-ні көбейтеміз 15-ке 30. 350-ге 120-ны қоссақ 470, 30 теңгені қоссақ 500 теңге шығады екен. Енді келесі 500 теңгеге тағы не алуға болады? 140 теңгеге йогурт, 120 теңгеге шырын және 90 теңгеге тәтті пирожный. Одан кейін 15 теңгеден 10 дана шоколад. Осы заттарды барлығын қосқан кезде бізде бағасы 500 теңге шығады екен. Келесі 500 теңгеге тағы не алуға болады? 28 теңге бізде чупа-чупстан 5 дана, 120 теңгеге шырын және 24 теңге кәмпиттен 5 дана және 15 теңгеден 8 дана шоколад алған кезде бізде барлығы 500 теңге жұмсалады екен осы заттарға. Келесі тағы не алуға болатынын жазайық. 500 теңгеге 140 теңгеге бізде йогурт, 120 теңгеге шырын, 24 теңге кәмпиттен 10 данасы келеді екен. Сонда бізде осы бағалардың барлығын қосқан кезде 500 теңге шығады екен. Келесі бізде 5-ші есеп, есептер құрастыр. Бізде берілгені жазылған. Мына бір суретке қарап есепті жалғастырамыз. Болғаны бізде 100 теңге,
сатып алынды 9 теңгеден 4 дана 1, 2, 3, 4 дана сағыз сатып алынған. Енді осыны шешуі деп жалғастырайық. 100 теңге бізде болды. Азайтамыз заттың құнын. Яғни бізде 9 теңгеден 4 дана сағыз. 4-ті 9-ға көбейтсек 36. 100 теңгеден азайтамыз 36 теңгені. Сонда 64 теңге қалады екен бізде. Жауабы 64 теңге қалды. 5-ші есептің екінші кестесіне қарайық, екінші суретке. Берілген жазамыз болғаны 90 теңге. Сатып алынды 10 теңгеден, яғни міне 10 теңгеден 5 дана вафли. 1, 2, 3, 4, 5 дана. Енді шешуі бізде 90 теңге болды. 10 дана вафлидің бағасы, яғни 10 көбейту 5. 90-нан азайтамыз 50-ді. Сонда бізде 40 теңге қалады екен. Жауабы 40 теңге қалды. 5-ші есептің соңғы суреттегі есепті жалғастырайық. Болғаны 60 теңге. Сатып алынды 7 теңгеден 5 дана печенье. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 дана күлше деге. Сонда бізде қанша теңге қалды? Бізде болды 60 теңге. 7 теңгеден 5 дана күлше алған кезде 35 теңге жұмсаймыз. Сонда 60 теңгеден 35-ті азайтамыз. Бізде 25 теңге қалады. Жауабы 25 теңге қалды. 6-шы есепке қарайық. Есепте жақшаның ішіне 25 мың азайту 5 мың. Қосу 12 мың. Тең жақшаның ішінде 25 мыңнан 5 мыңды азайтсақ 20 мың. Қосамыз 12 мыңды. Сонда жауабы 32 мың. Келесі 80 мың азайту 35 мың, азайту 30 мың жақшаның ішінде. Сонда жазамыз 80 мың азайту жақшаның ішінде бізде 5 мың шықты. 80 мыңнан 5 мыңды азайтсақ 75 мың. Келесі 56 мың қосу жақшаның ішіне 20 мың азайту 16 мың. 56 мыңды жазамыз. Жақшаның іші 20 мыңнан 16 мыңды азайтқан кезде бізде 4 мың шығады. 56 мыңға 4 мыңды қоссақ 60 мың. Келесі 25 мың азайту жақшаның ішіне 5 мың қосу 12 мың. Тең 25 мың жақшаның ішінде бізде 5 мыңға 12 мыңды қоссақ 17 мың болды. 25 мыңнан 17 мыңды азайтсақ бізде 8 мың. Келесі 80 мың азайту 35 мың жақшаның ішінде азайту 30 мың. Жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 80 мың азайту 35 мың, 45 мың. Жаздық 45 мың деп азайтамыз 30 мыңды. Сонда бізде 15 мың қалды. Келесі 56 мың қосу 20 мың. Бұл жақшаның ішінде қосылады. Азайту 16 мың. 56 мыңға 20 мыңды қоссақ бізде 76 мың шықты. Азайтамыз 16 мыңды. 76 мыңнан 16 мыңды азайтқан кезде жауабы 60 мыңға тең екен. 7-ші есепке қарайық. 8 бірдей тиынның біреуі жалған, бірақ ол басқасынан жеңіл. Ең аз өлшеу арқылы жалған тиынды қалай тауып алуға болады? Бізде мына жерде 8 тиын берілген. Осы тиындардың ішінде біреу жеңіл, яғни жалған тиын, біз соны табуымыз керек. 8 тиынды 3 тиынға және 2 тиынға бөліп аламыз. Бірінші жағдайда 3 тиынды таразының екі жағына, таразының бір жағына 3 тиынды, екінші жағына 3 тиынды таразының екінші жағына қойып өлшегенде таразы тең тартса, онда жалған тиын міне мына жақта қалған 2 тиынды. Яғни біз таразының бір жағына міне 3 тиынды қойдық, екінші жағына міне 3 тиынды қойдық. Сонда бізде 2 тиын қалды ғой. Осы 2 тиынның ішінде
жеңіл жалған тиын осы 2 тиынның ішінде деп табылады. Егер мына 3 тиын мен 3 тиын тең шыққан жағдайда. Енді бұл екеуі тең шыққан кезде, енді міне мына қалған 2 тиынды таразының екі жағына қоямыз. Бірден қоямыз. 2 тиынның біреуін таразының бір жағына, екінші тиынды таразының екінші жағына қойғанда, таразының жеңіл тартқан жағындағы тиын жалған тиын болады. Яғни осы 1 тиыннан қойдық, осы 2 тиынның біреуі жеңіл болады. Сол тиын жалған тиын болып табылады. Екінші жағдайда 3 тиынды таразының бір жағына, екінші жағына, 3 тиынды таразының екінші жағына қойып өлшегенде таразы тең тартпаса, онда жалған тиын таразының жеңіл тартқан жағындағы тиындардың ішінде. Яғни бір жағына 3 тиын, екінші жағына 3 тиын қоямыз. Осы тиындардың қайсысы жеңіл тартса, жалған тиынымыз осы тиындардың ішінде болып табылады. Енді келесі бізде екінші бір-бірден тартады. Таразының жеңіл тартқан жағындағы тиынның біреуін, яғни жаңа 3 тиын қойдық қой, осы сол тиындардың қай жағы жеңіл, біз сол тиындарды тексеріп көреміз. Сол 3 тиынның біреуін таразының бір жағына, екіншісін таразының бір жағына қойып өлшегенде таразы тең тартса, онда жалған тиын 3-ші тиын. Егер таразының жеңіл тартқан жағындағы 3 тиынның біреуін таразының бір жағына, екіншісін таразының екінші жағына қойып өлшегенде таразы тең тартпаса, онда жалған тиын таразының жеңіл тартқан жағында болып табылады. Осымен 24-ші сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.